Павлодар облысының солтүстік шығысында орналасқан елді мекен бір шеті Ресейдің Алтай өлкесімен шектеседі. Кейінгі жылдары елді мекенге көшіп келіп жатқан қазақтардың қарасы қалың. Оңтүстіктен солтүстікке көш бағдарламасы басталғалы Павлодар өңіріне 16 мыңнан астам адам қоныс аударған. Солардың бірі Бағила Камалбек. Ол 2 жыл бұрын Алматы облысынан көшіп келген жолдасы және 2 баласымен аудан орталығында тұрады. Алғаш келген кезде басына баспана алғанша қиналғанын жеткізді. Біз енді үй іздеп табыңдар, өкімет ақшасын көтереді деді, үйді іздеп таптық өзіміз. Іздеп таптық, алдық. Алғанша туысқандардың үйінде тұрдық, содан қиналдық енді. 1-2 ай сол жерде тұрып, үй іздеп тауып алғанша қиналдық. Сол кезде бізге негіз үй майлап беру керек еді. Оңай емес қой біреудің үйінде тұру деген. Әзір келгендер де сөйтеді. Сол туыстарын іздеп, туыстарының үйінде тұрып, содан қиналып кетеді. Туыстары болмаған кісілер енді әйтеу қазақпыз ғой, ары кет демейміз әйтеу. Ананың үйінде 5 күн, ананың үйінде 2 күн сөйтіп жүреді. Бағила Камалбек кәсіби тігінші, 30 жылдық еңбек өтілі бар. Успен ауданына келгелі осы кәсібін жалғастырып жатыр. Аудан орталығынан шағын тігін шеберханасын ашқан. Тапсырыс бойынша әйелдерге арналған заманауи киімдер тігеді. Кәсібін кеңейтуге қаржының жоқтығы қол байлау болып тұр дейді. Енді бізге жетіспей тұрғаны мына кәсібімізді қолдамай жатыр. Грант алмадық, бірақ кәсібімді дамыта алмай отырмын. Қолдау болмай жатыр. Былтырғы жылы біз көшіп келген жылы айтты, келер жылы аласың деп гранттан қағып тастады. Келер жылы, былтырғы жыл ғой енді, өтіп кеткен 24. 24-ті айтты, сендер көшіп келгенге 1 жыл толып кетті, сендерге берілмейді деді. Сонда қай уақытта берілу керек? Сөйтіп бізге өтірік айтады. Жұмыспен қамтудағылар айтып тұр. Ал әкімдіктегілер қайтарымсыз грант беру саны шектеулі екенін алға тартады. Кәсібі нарыққа бәсекелес бола алатын бизнестерге ғана қаржылай қолдау көрсетіледі деді. Кімнің бизнес идеясы күшті, кімнің бизнес идеясы конкуренцияға төзіп бере алады, сол ұтады. Яғни ертең сіз қаншалықты адамды неше жұмыс орнымен қамти аласыз, қанша адамды жұмыс орнымен қамти аласыз. Өзіңізді сол ауданда шығарып жатқан болса, сол ауданда өзіңіздің шығарып жатқан шикізат пен өніммен қаншалықты қамти аласыз. Яғни бұл фактілер барлығы комиссия жағынан есепке алынады ғой. Кімнің бизнес идеясы қандай, кімнің бизнес планы қандай. Қайткенмен де ол комиссия шешіміне байланысты. Бұған айтып өттім, көп факторлар әсер етеді. Ал жолдасының осы жаққа келгелі денсаулығы сыр берген, жұмысқа жарамайды. Соны аралықта мен жолдасым ауырды, инвалид болып жатып қалды. Істей алмай қалдым. Бір аяқ бір қолынан жансыздан ауырды. Қазір жақсы, шүкір жүреді. Мал бағамыз десе, малға емне бермейміз деп айтады. Малғана 2,5% кредит па, сонында малға бермейміз деп шығады. Жерде берілмейді деп шығады, сонымен қалай дамиды ол. Алматыға қайта көшіп кетеді елдер. Неге көшіп кетеді? Жағдай жасалмағаннан кейін кетеді. Тігіншілік бұл әулеттің қанында бар дүние. Анасына тартқан үлкен ұлы да етік тігумен айналысады. 2023 жылы 5 миллион теңгенің грантын ұтып алып шағын шеберхана ашқан. Жас жігіт заманауи аяқ киімдердің түр-түрін шығарады. Ауданда былғары аяқ киімге сұраныс жоғары. Біраз солтүстік өңір болған соң қыс суық болады, өздеріңіз де білесіздер. Сол үшін таза былғардан, таза жүн теріден тігілген аяқ киімдерді бізде жақсы сұранысқа ие болып жатыр. Өздеріңіз көргендей, сырты таза сиыр терісі, ішкі жағы қой терісі. Өзіміздің Қазақстанда өндіріліп жатқан терілер. Сыртын Шымкенттен алып келеміз, ішкі жағын Екібастұз қаласынан алып келеміз. Осындай терілер. Ерзада бұл кәсібін одан ары дамытпақ ниетте. Алдағы уақытта шәкірт тәрбиелеуде де қолға алмақ. Өйткені аяқ киім өндірісін дамытқысы келеді. Сырттан келетін сапасыз аяқ киімдерді қолдан жасалған сапалы аяқ киімдерге ауыстыру арманы бар. Алдында бір кісілерге де айтқам, Қазақстанға 100 етікші деген формат болса ғой деп ше. Солай 100 етікшіні, енді бір жылда 100 етікшіні тәрбиелеп шығу мүмкін емес қой. Ақырындап 2-3 жылдың ішінде шама бар 5 жылдың ішінде сол 100 етікшіні тәрбиелеп шықсақ, Қазақстанның өзінің етік тігетін өндіріс саласы болса, шикізат өзімізде бар, сондай саласы болса жақсы болатын еді деген ойда бар негізі.
Ерзаданың етігін тек ауыл халқы емес, басқа өңірлерден де алдырады. Әсіресе қысқа арналған ұзын қонышты аяқ киімге жиі тапсырыс түседі. Бағасы да нарықтағы етік құнынан жоғары емес. Бастысы былғардан жасалған сапалы өнім сұранысқа ие. Өзгеріс қонар, ен толқынында жобасы.